тас жолда жан тәсілім етті. Үлкен жүк көлігімен соқтығысу салдарынан жан тәсілім еткен мүмкін деген болжам пайда болды. КамАЗ может куда-то отвлекся. Мен күйеуімнің кінәсіз екеніне 100% сенем. Менің мамам қайда деген сол бір сөз құлағымда қатты қалып кетті. Ол нақты қанша жер деп жаңағы қасақана өлтірген адамды айтады. Ол үйге келін болып түскелі қорлық көргем жоқ. Ол Асқатты қанша жер дейтіндей. Автобустың тарапына, автопарктың тарапына бір нәрсе жасырып отқан сияқты. Видео наблюдение ол кезде істемеген екен, именно сол автобустікі істен шыққан екен сол күні. 1 грамм қан шықпағанда ешқандай. Жарақаты жоқ. Жарақаты жоқ, бір жерде сарапыны жоқ. Осыдан көрінбей қалған. Осыны пайдаланып, ол кісілер ешқандай дәлел жоқ, ешқандай түспей қалған деп біздің немізді жоққа шығарып отыр. Бір зацепка болу керек, кішкентай болсын. Бірақ ойда Асқат ешқайда қашқан да жоқ. Менің ұлыма ешқандай көмектеспей, көмек көрсетпей кетіп қалып отыр. Жаңа маусым сәрсенбі күні КТК-да.